Қайырлы күн барлықтарыңызға. Дәл осы заттармен өте дәмді, пайдалы, жылдам жасалатын сусын дайындаймыз. Дүкенде әртүрлі қоспалармен дайындалған сусынды алғанша, дәл осы сусынды балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Сусынымызды дайындайтын заттардың барлығы қолжетімді және барлық үйден табылады. Ең алдымен барлық заттарымызды жуып тазартып аламыз. Қызылшаны сыртынан тазартып аламыз. Қызылшаны білесіздер, қан азытқа өте жақсы көмектеседі. Сондықтан да осы сусынды жиі жасап берсеңіздер болады балаларыңызға. Тазартылған қызылшаны жұқалап түріп тураймыз. Менде қазір 2 дана қызылша, 2 дана алма қостым. Біздің қызылшамыз дайын. Алманы да дәл солай жұқалап тураймыз. Дәміне қарай аздап науат қосамыз және кептірілген жемістер қоссаңыздар болады. Барлық затымыз дайын. Енді үлкендеу ыдысымызға 2 литр су құямыз. Ұсақтап туралған қызылша және алма кептірілген өрікті салып, суымызды қайнатамыз. Суымызды 15 минут қайнатамыз, 15 минуттан кейін науат саламыз. Науат ерігенге дейін 5 минут тағы да қайнатамыз. Бар болғаны 20 минутта біздің өте дәмді компотымыз дайын болды. 20 минут қайнағаннан кейін отымызды өшіреміз және үстіне мята саламыз. Сусынымыз дайын болғаннан кейін толықтай суытып барып, ыдыстарға құямыз. Осымен біздің жылдам жасалатын өте дәмді, пайдалы сусынымыз дайын болды. Сіздерге де кеңес беремін, дәл осы рецептпен балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Дүкендегі түрлі пайдасы жоқ сусындарды ішкеннен көре, дәл осы сусын балаларыңызға өте пайдалы, сондықтан да жиі жасап берсеңіздер болады. Күнделікті шайдың орнына дәл осы сусынды қолдансаңыздар болады. Бұл сусын қан азытқа жақсы көмектеседі, сондықтан да жиі қолданыңыздар. Құрметті көрермендер, менің каналымда түрлі қызықты видеолар бар, барлығы сіздер үшін, барлықтарыңызға ас болсын.